Assalamualaikum, құрметті көрермендер. Бүгін бірінші сабақта алдымен сандық активтер, былайша айтқанда криптовалютаға кім сауда жасауға немесе басқа да қызмет түрлерін көрсететін мекемелерге рұқсатты кім беретіні туралы тоқтала кетейін. Қазіргі уақытта Қазақстанда бұл тек бір мекеме, Астана халықаралық қаржы орталығы. Сізге мысалы жарнамадан немесе таныстарыңыз арқылы криптовалютамен қызмет көрсететін бір ресурстар немесе орындар белгілі болып жатса, сол мекеменің сол қызмет түрі осы мекемеде тіркелген бе, лицензия берілген бе, соны тексеріп көрген дұрыс. Мынау сайт Public Майаса. Шик. Мынау қаржы орталығының сайты әзірше бастапқыда ағылшын тілінде, қазақ тіліне ауыстырсайын. Бұл сайтқа кірген кезде үстінде өнерде личный регистр деген бар. Жария. Сол жақта мәзірде финтех, соның ішінде міне цифрлы активтерге қызмет көрсетушілер деген. Мына жерде адрес қарасаңыз, public.майаса/tasp. Мына жерде де сол адрес көрсеттім, сол кезде бірден осы бетке көшулеріңіз керек. Осы жерде барлық мекемелер тізімі қазіргі уақытта қателеспесем 25. Бұл жерде міне барлық цифрлы активтермен жұмыс істейтіндер көрсетілген. Бізге осы тізімнен тек кімде мынандай Operation Digital Asset Trading Facility деген қызмет түрі бар. Соны ғана алу керек. Ол үшін мына жерде мынау сызықшалар тұрған жерді басасыз. Digital Asset Operation Digital Asset Facility Trading Facility. Таңдайсыз. Десек, кімде сол қызмет түрі бар, солардың ғана тізімін берді. 19 мекеме бар. Біз тіркелейін деп отырған мекеменің аты ATX Евразия. Осы тізімде бар. ATX Евразия. Мына жерде лицензия берілген күні және мәртебесі әзірше әлі жұмысқа рұқсаты бар дейміз. Әлі уақыты мерзімі өтпеген. Мына тізімге қарап тұрсам, актив дегенде ол ал егер expired немесе suspended деп тұрса, және pending approval, онда әлі рұқсат, мынаның уақыты өтіп кеткен, мынаның уақытша тоқтатылған, мынаның әлі мақұлданбаған. Сол үшін актив немесе мынандай withdraw ескі жүйеден ауысқан болу. Сондай лицензия мәртебесі барларды ғана қарастыру керек. Яғни біз бүгін тіркелетін мекеме ATX Евразия осы жерде бар. Оның рұқсат қағазы, яғни лицензиясы бар дегенсіз. Енді арғырын көрсек, сабақ бойынша сіздерге осы бейне жазуда осы сілтемелер барлық нұсқаулық беріледі. Осында мынандай сілтеме бар. Басу арқылы сайтқа көшесіз тіркелу үшін. Осылай ашылу керек. Басқан кезде регистрация қазақ тіліне қайырлы
серіктестігіне ұстасаңыз болады. Серіктестік тіркелу дейді. Мына жерде мына сайтты көрсетеді. Төменде қандай жеке есептік жазба деп таңдаймыз. Мына жерде промокод деген жер бар. Промокод деген жерде мына сілтеменің артында мынау кодты енгізе салу керек. Сіздерде жазылған. Бұл промокод нені білдіреді? Бұл сіз серіктес ретінде менің былайша айтқанда рефералдық сілтемемен тіркеліп отырсыз. Сол үшін сізге биржаның негізгі табыс көзі комиссия ғой, сауда жасағанда ұсталатын комиссия. Сол комиссиядан 5% көлемінде сізге кэшбэк қайтарылады. Соны тағы бір жерде құпия сөзді енгізген кезде жерде дайын бар генерировать надежный пароль деген. Сізге өзі былайша айтқанда құпия сөз жасап береді. Құпия сөзді көріп аласыз, көргіңіз келсе қандай қойған. Бірақ құпия сөз көрген кезінде жаныңызда бөгде адамдар болмау керек, басқалар көріп қоймау үшін. Екеуінде бірдей болу керек, барлығын тексердік. Ондай болса есептік жазбаңызды жасаңыз деген батырмаға басамыз. Тіркелген белсендіру үшін электрондық поштаңызды тексеріңіз дейді. Мына электрондық поштаға қосыламыз. Электрондық поштаға қосылдым. Осы жерде міне екі хат келді. Біріншісі спасибо за регистрацию деген. Бұл жерде бұл былайша айтқанда қысқаша нұсқаулық. Ал бізге керегі мына жерде электрондық мекен-жайыңызды растаңыз деген хат. Соны ашамыз. Осы жерде мында растау деген батырмасы болады. Соны басамыз. Тіркелген сәтті белсендірілді дейді. Енді қайта кіріңіз дегенді басып, жерде өз құпия сөз сақталып тұрса көрсетеді. Есептік жазбаға деп баса беруіміз болады. Мына екі факторлық аутентификация туралы кейінірек айтармын. Әзірше қосылу үшін өткізу жүйені басасыз. Мынанда сауданы бастау үшін өткізу жүйені кейін. Міне біз қосылдық. Профилім, бірақ менде әзірше бұл профиль дайын емес. Қарасақ, сәйкестендіру мен әлі өткен жоқпын. Осындай үш несі болады. Мәртебесі. Біріншісі тек қана тіркелген кездегі старт, содан кейін сауда жасап сатып алу, сату үшін онда инвестор керек. Ол жағдайда айына $1000 аспау керек. Және толық барлық шектесі жұмыс істеу үшін кейінірек мына премиум мәртебесін алуға болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта осы келесі мәртебені инвесторды алуды қарастыратын боламыз. Көріскенше күн жақсы.